Менің каналыма қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Сіздерге мына жейдені көрсеткім келіп тұр. Бұл жейде екі түрлі матадан тігілді. Клетка және де джинсовый мата. Комбинировать етіп тіктім. Жейденің асты манжет болды. Жеңі мынандай болды. Бұл жейде ұзын емес, қысқалау жейде болып шықты. Бұл жейдені мен қызыма сыйлыққа тіктім. Наурыз мерекесіне. Енді бұл сыйлықты қалай тіккенімді көрсетейін. Мынау клетка көйлек пен джинсы шалбардан. Екеуін екі бөлек сөгіп алдым. Рубашканың выкройкасына салып, комбинировать етіп піштім. Алдыңғы бөлігімнің етек жағы жалғау болды, міне мынандай. Матам жетпей қалды, екінші жағы бүтін. Артқы жағына да сәл мата жетіңкіремей қалды, мінеки бұлай жалғадым. Астында манжет болады, сондықтан ештеңе етпейді. Кокеткаларын джинсыдан тіктім, енді плечевойын тігемін. Мұның алдында кармандарын тігіп алғам. Жеңінде комбинировать еттім, мінекей бұлай. Жеңіндегі манжеті двойной болды, мінекей. Алдына планка тіктім, джинсыдан жіңішке болды, ал асты дублерин жапсырылған клетка матадан болды. Жеңін тігіп қойдым, ендігі кезек боковойын тігу екі жағының. Жағасын клетка матадан тіктім, двойной. Жағасына мынандай аптачканы басқа матадан тіктім. Жағасы грубый болмасын дедім. Мінекей жағасы дайын, аккуратно тігілді. Манжетке матам жетпей қалғандықтан қызымның кимейтін мына шортыйынан манжетке полоска қиып алдым. Мінекей, ішін басқа матадан қиып алдым. Манжетке дублерин жапсырдым ішкі жағына. Манжет жинақы болу үшін резинка тақтым. Мінекей жейде дайын болды. Өзіме қатты ұнайды. Мінекей артындағы жалғаған кішкентай жалғау моншап көрінбейді, байқағандарыңыздай. Алдындағы жалғаған жалғауымды қатты білінбейді, өйткені манжет жинап тұр. Мінекей, ішін зигзагпен обработать еттім. Жеңінің ұшы мынандай болды. Алдына түйме, я болмаса замок салмайым деп ойладым, бұлай да әдемі. Қызыма тіккен сыйлығым дайын. Қызыма сыйлығы ұнады. Көктемде нағыз киетін жейде болды. Ал сіздерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.